Ешқашан ештеңе болмайды деп айтатын адамдарға сенбеңіз. Олар жеңілгендер мен жеңілгендер болып қала береді. Есіңізде болсын, егер сіз перзенттік махаббатыңызды білдіргіңіз келсе, оны қазір жасағаныңыз жөн. Барлығын кейінге қалдырудың қажеті жоқ. Ол кезде тым кеш болады. Адам ішкі жан дүниесіне қараса, дана болады. Біздің өмірімізде пайда болған әрбір адам ол ұстаз. Біреу бізді күшті болуға, біреу ақылды болуға үйретеді, ал біреу кешіруге, біреу бақытты болуға және күн сайын қуануға үйретеді. Біреу бізді мүлдем үйретпейді. Олар бізді жай ғана сындырады, бірақ біз одан тәжірибе аламыз. Сол үшін әр сәтке көрінсе де, әрбір адамды бағалаңыз. Өйткені, егер ол пайда болса, онда бұл кездейсоқ емес. Мен қарапайым кеңес бергім келеді. Ең болмағанда, бір нәрседе жетістікке жетуге тырысыңыз. Жалпы мен мынадай тұжырымды баяғыда жасадым. Егер де маған біреумен ынтымақтасу керек болса, мен мұны өзімнен гөрі бай және ақылды адаммен ғана жасағанды жөн көремін. Егер табысқа жеткіңіз келсе, 6 жамандықтан аулақ болыңыз. Ұйқышылдық, жалқаулық, қорқыныш, ақшуланшақтық, жұмыссыздық және батылсыздық. Тау мен өзенді өзгерту оңай, ал адамның мінезін өзгерту қиын. Алдымен сіз өзіңіздің ерекшелігіңізді, талғамыңызды табуыңыз керек. Сіз өзіңіздің бірегей жолыңызбен жүруіңіз керек. Біреудің жолымен жүру оңай, бірақ сіз жетістікке жете алмайсыз. Сіз есте қалмайсыз. Айналада әділдік аз болғандықтан, дәл сол себептен адамдардың жүрегі ашық болуы керек. Әркім өз махаббатын басқаға берсе, дүние ешқашан бос болмайды. Адам арманына бар күш-жігерін жұмсап, ешқашан берілмеуі керек. Жетістікке жетудің ең жақсы жолы істеген ісіңізге ғашық болу.